Сізде өзіңізден басқа бәріне қамқорлық жасайтын кездер болды ма? Айналаңыздағы әрбір адамға көмектесесіз. Бірақ сізге көмек қажет болғанда ешкім жаныңызда жоқ па? Бұл өзінен басқа бәріне махаббат сыйлаған мейірімді адам туралы баяндалады. Және тек жүрегі жараланғанда ғана ол өміріндегі ең маңызды сабақты түсінді. Бір кездері жасыл алқаптар мен биік ағаштар арасындағы кішкенше тыныш ауылда Арман есімді бір адам өмір сүрді. Арманды бәрі жақсы көрді. Ол бай да, атақты да болған жоқ. Бірақ оның жүрегі ауылдағы ең үлкені болды. Егер біреудің сиыры жоғалса, Арман іздесуге көмектесті. Егер шатыры ағып жатса, ол жөндеуге келді. Егер біреу аш болса, өзінде аз болса да тамағымен бөлісті. Адамдар, Арман біздің ауылдың жүрегі деді. Бірақ ешкім Арманның ішінде өзін шаршап, жалғыз сезінетінін білмеді. Әр таң сайын таңғы ас ішпей, ол кәрі жесір Әминаға су тасты. Содан кейін көршісіне қоршау жөндеуге көмектесіп, күн батқанша егін екті. Ал үйіне оралғанда оның өз үйі қаңырап тұрғандай көрінді. Шатыры ағып, қабырғалары жарылып, еденде шаң қабаты жатты. «Ертең жөндермін», деді ол үнсіз. Бірақ ертең ешқашан келмеді. Бір кеште бір бала жүгіріп келді. «Аға Арман, әкемнің өгізі шұңқырға құлап кетті. Көмекке келіңіздер». Бір секунд ойланбастан Арман көмекке ұмтылды. Ол тартты, итерді, бар күшін салды және жануарды құтқарды. Бәрі қуанып оған рахмет айтты. Бірақ үйге қайтар жолда ол басы айналғанын сезді. Аяқтары дірілдеп, жүрегі ауырлады. Ол есікке жетіп құлады. 2 күн бойы Арман әлсіз және ауру жатты. Ол күтті, біреу келеді деп ойлады. Мүмкін Әмина, мүмкін көршілер. Бірақ ешкім келмеді. Бәрі сенді, Арман әдеттегідей біреуге көмектесіп жүрген шығар деп. Оған көмек қажет екенін ешкім білмеді. Өзінің тозған шатырына қарап, ол былай деді. «Мен жүрегімді бәріне бердім. Бірақ ол жараланғанда ешкім жанымда болмады». Оның бетінен жас ағып жатты. 3-ші күні ауылға Манах келді. Ол есік алдында жатқан, бозарған және әлсіз Арманды көрді. Манах оған су беріп, жанына отырып үнсіз сұрады. «Балам, неге мұнда жалғыз жатырсың?» Арман әлсіз күлді. «Себебі мен басқаларға көмектесумен тым әуре болдым. Ал өзіңді күтуді ұмыттым». Манах оған жылылықпен қарады. «Балам, өз шамың сөнген болса, басқалардың шамдарын жаға алмайсың». Арман үнсіз тыңдады. Манах сөзін жалғастырды. «Махаббат әдемі, бірақ ол өзіңнен басталуы керек. Өз ыдысың бос болса, басқаларға су құя алмайсың». Бұл сөздер оның жүрегіне терең енді. Келесі күні таңертең Арман қиналса да тұрды. Денесі әлсіз болды, бірақ ойлары анықталды. Өмірінде бірінші рет ол өзіне қамқорлық жасауды шешті. Үйін жинап, шатырын жөндеп, есік алдына гүл отырғызды. Әр кешке өзен бойында отырып, күннің батуын тамашалайтын болды. Бұған ешқашан уақыты болмаған еді. Ауылдағы адамдар сыбырлай бастады. Арман өзгерді. Ол аз көмектеседі. Бірақ Арман жай ғана күлді. «Мен көмектесуді тоқтатқан жоқпын. Мен тек өзімнен бастадым». Апталар өтті. Арманның беті жайнап, қадамдары сенімді болды. Ал біреу көмек сұрап келгенде, ол әрқашан «иә» деп айтпады. Кейде «менің ісімді бітіруіме рұқсат етіңіздер, содан кейін келемін» деді. Бастапқыда адамдар таң қалды, бірақ көп ұзамай Арманның бақыттырақ, тыныш және дана болғанын түсінді. Ол әлі де мейірімді болды, бірақ енді күшті болды. Және оның үлгісі ауылды үнсіз өзгертті. Бір күні Әмина оған келіп күліп айтты. «Сен бізге көп нәрсені үйреттің, Арман. Біз сүю дегеніміз бәрін беру деп ойладық. Бірақ енді түсінеміз, өзімізге де қамқорлық жасау керек». Арман жауап берді. «Өзімді сүйгенде басқаларға деген махаббат тазарады және күшейеді». Ауылдағы бәрі біртіндеп өзгерді. Адамдар бір-біріне көмектесті, бірақ өздерін ұмытпады. Ауылда бейбітшілік, тыныштық және жылу көбірек болды. Бір күні күн батарда Арман өзен бойында отырды.
Апельсин сәулесі суда шағылысты. Ол көзін жұмып былай деді: енді түсіндім. Өзіңді сүю бұл эгоизм емес, бұл шынайы махаббаттың бастауы. Есте сақта, егер жүрегің бос болса, басқаларға көмектесе алмайсың. Егер өзіңді сүймесең, терең сүйе алмайсың. Өзіне демалыс бер, өзіне уақыт бер, өзіне қамқорлық жаса. Себебі әлемге сенің жарығың керек, сенің ауруың емес. Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын. Құрметті менің ең жақын көрермендерім. Егер сіз менің айтқандарымды түсініп, өмірімізде жақсы өзгерістерді көруге дайын болсаңыз, мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңізші. Әрбір тіркелген адам мен үшін ең қымбат әрі бағалы адам. Сіздер менің күшімсіздер. Мен сіздермен бірге өсіп, дамып, өмірдің шынайы құндылықтарын ашатын боламыз. Бірге болайық. Тек құрметті адам болу емес, өзімізді сыйлайтын күшті адам болайық. Сіздерге ең жақсы тілектер мен қуат. Мен сіздер үшін әрқашан пайдалы боламын.